Бірінші шілдеден бастап зейнетақы жүйесінде қандай өзгерістер болады? Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрінің міндетін атқарушы Назгүл Сағындықова РСК брифингінде зейнетақы жүйесінде қандай өзгерістер болатынын айтты. Жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы мемлекет басшысының қарауына ұсынылып, бірінші шілдеден бастап күшіне енеді. Ведомствоның мәліметінше, қазіргі жүйе зейнеткерлердің үш ұрпағын қамтитын болады. Құжатта базалық зейнетақының мөлшерін арттыру қарастырылған. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілерден қосымша зейнетақы жарналары енгізіледі. Өзгерістерде 98 жылға дейін және 98 жылдан кейін зейнеткерлікке шыққан зейнеткерлер зейнетақы төлемдерінің негізгі бөлігін мемлекеттен, ал болашақ зейнеткерлер жинақтаушы зейнетақы жүйесінен алатын болады, дейді Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрінің міндетін атқарушы Назгүл Сағындықова. Сонымен қатар кодекс нормалары инвесторларға өз активтерін басқаруға мүмкіндік береді. Азаматтар белгіленген жеткіліктік шегін емдеуге және тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылар алынғаннан кейін қалған зейнетақы жинақтарының немесе барлық жинақталған соманың 50%-дан аспайтын бөлігін жеке басқаруға бере алады. Бұл ретте зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдік тек ұлттық банк басқаратын жинақтардың бөлігіне ғана қолданылатынын атап өткен жөн, деп қосты спикер. Сонымен бірге ол инвесторлар басқарушы компанияларды таңдаған кезде ықтимал тәуекелдерді өздері бағалау керек деп қосты. Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары бір жылда 11,4%-ға өсті. 1 наурыздағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының жеке шоттарына 15,13 триллион теңге көлемінде зейнетақы жинақтары болды.